Қайырлы күн достар, менің есімім Арман Берікқалиұлы. Жібек жолын жаңғырту бизнес академиясының жетекшісі. Маған көптеген сұрақтар қояды. Қытайдан тапсырыс берсем, сапасы қалай болады деп. Сол мен сіздерге қазір сапа туралы айтатын боламын. Қытаймен бизнес жасаған кезде, заводқа тапсырыс бергіңіз келетін болса, сізге миллиондаған тауардың түрін шығарып береді. Сол тауарлардың ішіндегі қайсысын алу керек деген сұрақ пайда болады. Есіңізде болсын, ешқашанда арзанға жүгірмеңіздер. Біз өзіміз арзан затты сатып алып, одан жоғары сапа күтеміз. Олай емес. Арзан зат ол әрқашанда сапасыз болып келеді. Сол арзаннан 1-2-3 деңгейге жоғары болу керек. Мысалға, менің қолымда автохолодильник 2018-дің хит тауарларына жатады. Бұның сапасы нашар деп айтуға болады. Себебі бұл өте төмен бағамен келген, 5200 теңгемен келген. Қазақстандағы бағасы 15 мың, 11 мың соның көлемінде. Ал мына екінші тауар, бұл да автохолодильник, тура біріншімен ұқсас, бірақ бұл келуі 6400 теңге, сапасы әлде қайда жоғары. Көрдіңіздер ме? Сондағы арасындағы болар болмас 1200 теңге. Сол 1200 теңгені біздер экономить етемізді, сапасызға орнамыз. Сөйтемізде клиенттер сатып алған кезде оны қайтарса, немесе басқа да бір шағымдар айтса, бірден Қытайды кінәлаймыз. Олай емес. Сіз өзіңіз тапсырыс берген кезде осындай сападағы тауарларды тапсырыс беретін болсаңыз, 6400-ге келсе, бұларды сіздер 20 мың, 18 мың, кем дегенде 15 мың теңгеде сата аласыз. Және де ең маңыздысы, клиенттер сізге шағым айтпайды, клиенттер рахметін айтады. Рахметін айтқан клиенттер ол қайта алуға тауарды құлшыныс білдіреді. Сол себептен құрметті достар, Қытаймен бизнес жасаған кезде сапаға қатты мән беруіміз керек. Тек қана Қытай емес, жалпы өміріңізде де сапасыз заттар алмауға тырысыңыз. Міне көрдіңіздер ме? Екі автохолодильниктің айырмашылығы бар жоғы 1200 теңге. Сол 1200 теңге сәл қосып жеріп сапалысын алып, оны сатқан кезде де арыз шағым естімейсіз, және де үстіне бірнеше есе қосып сатуға болады. Көрдіңіздер ме? Енді Қытаймен бизнес жасағанда сапаға қатты мән беріңіздер. Қытаймен бизнес туралы толық ақпарат білгіңіз келсе, осы видеоның астында номерге хабарласыңыз. Біздің менеджерлер сізге толыққанды ақпарат беретін болады.